Баян ауыл. Бұрынғы өткен заманда байлығы мен аты әлемге жайылған Қарабай деген бай болыпты. Оның ай десе аузы, күн десе көзі бар Баян деген сұлу қызы болған екен. Әсемдігі, көріктілігі алталашқа толық тараған Баянды айттырып алғысы келетіндердің саны күн санап көбейе түскен екен. Бірақ Баян күйеу болғысы келген жігіттерді менсінбей қайтара беріпті. Абыр-сабырдан мазасы кеткен Қарабай осындай істі өткізудің басқаша жолын қарастырады. Сөйтіп, өзінің аягөзден төменге дейінгі аралықта алып жатқан жайлауының орта тұсы деп тамаша жер жәннаты тәрізді өлкеге Баянның ауылын қоныстандырады. Сөйтіп, ендігі келушілер осы ауылға ат басын тірейтін болған. Күнде ойын сауық, қызық думан өткізіліп тұрыпты. Баянды көргісі келген бозбала жігіттер сол ауылды сұрастырып іздегенде Баянның ауылы қайда, Баян ауыл қайда деп сұрастырыпты. Сөйтіп, осы бір табиғаты көркем өлке Баян ауыл атанып кетіпті дейді.